Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта біздер теңдеулерді шешуді жалғастырып, және айнымалысы модуль ішінде теңдеулер, рационал теңдеулер және иррационал теңдеулер туралы өтетін боламыз. Айнымалысы модуль ішінде теңдеулер. Ең алдымен модуль ұғымына түсініп алайық. Жалпы модульдің ішінен теріс таңбалы сан шықпайды. Яғни қатаң ереже модуль ішінен оң сан шығады. Мысалы, 7-ні модуль ішіне алатын болсақ, онда 7 шығады. Ал егер минус 7-ні модуль ішіне алсақ, онда 7 шығады. Яғни модульдің анықталу облысы ол үлкен немесе тең 0-ден. Ал енді айнымалысы модуль ішіндегі теңдеулерді шығарып көрейік. Мысалы, 3х азайтылған 2 модуль ішінде тең 1-ге. Егер теңдеуіміз оң таңбалы санға тең болып тұрса, онда тең болып тұрған санның алдына плюс-минус белгісін қойсақ болды. Яғни 3х минус 2-ні біз плюс-минус 1-ге теңестіреміз. Себебі 3х минус 2-ден 1 шығу керек, және минус 1 шығу керек. Осы жерден шығарып көрейік. 3х азайтылған 2 тең плюс-минус 1. Осы жерден минус 2-ні теңдіктің ар жағына шығарамыз, ол кезде плюс 2 болып шығады. Яғни 3х тең 2 плюс-минус 1. Яғни 2 жауапты аламыз. Бірінші жауап ол қосылғандағы 3х тең 3-ге және 3х тең 1-ге. Осы жерден 3-ге бөліп жібереміз. Бөліп жібергенде х тең 1-ге шығады және х тең 3-тен 1-ге тең болады. Осы жерден орнына қойып көрейік. Егер 3-тен 1-ді қойсақ, онда 3 пен 3-тен 1-ді көбейткенде қысқарып кетіп, 1-ден 2-ні алғанда минус 1 шығады. Ал егер минус 1-ді модульден шығарсақ, онда 1 шығады. Яғни дұрыс. Тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, 110х азайтылған 20 модуль ішінде тең минус 7. Бұндай теңдіктің жауабы жоқ. Яғни модуль ішінен теріс таңбалы сан шықпайды. Жауабын жоқ деп белгілейміз. Ары қарай мысалдар келтірейік. Мысалы, х квадрат азайтылған 3х тең 0. Егер осындай модуль теңдігіміз 0-ге тең болатын болса, онда модуль ішінде айнымалысы бар теңдеу 0-ге тең болу керек. Яғни 0-ді модульден шығарсақ 0-ге тең болады. Сондықтан х квадрат азайтылған 3х тең 0 дейміз. Осы жерден бұл толымсыз квадраттар теңдеуі деп аталады. Осы жерден х жақшаның сыртына шығарамыз. Х жақшаның сыртына шығарсақ, х көбейтілген х азайтылған 3. Осы жерден 2 жауапты аламыз. Х тең 0-ге және х азайтылған 3-ті 0-ге теңестірсек, х тең 3-ге. Яғни 0 және 3. Ары қарай мысалдар келтірейік. Егер осындай есеп берілсе, яғни модульдің ішіне модуль берілетін болса, онда ең алдымен сыртқы модулін шығарып аламыз. Яғни х қосылған 1 модуль ішінде азайтылған 4 тең плюс-минус 3-ге. Осы жерден шығаратын болсақ, х қосылған 1 модуль ішінде тең 4-ті теңдіктің ар жағына шығарсақ, ол плюс 4 болып барады. Яғни 4-ке 3 қосқанда 7. Екіншісі, х қосылған 1 модуль ішінде тең 4-ті 3-тен алатын болсақ, 1 шығады. Осы жерден х қосылған 1 тең плюс-минус 7-ге және х қосылған 1 тең плюс-минус 1-ге. Осы жерден шешетін болсақ, х-іміз ол минус 8, 6, минус 2, 0 деген жауаптарға жетеміз. Яғни жауаптары минус 8, минус 2, 0, 6. Мысалдарды жалғастырайық. Мысалы, х азайтылған 7 модуль ішінде тең 2х қосылған 3. Осы жерден х азайтылған 7 модуль ішінде плюс-минус 2х қосылған 3 дейміз. Яғни оң таңбаға көбейтеміз, содан соң теріс таңбаға көбейтеміз. Бірінші оң таңбасын шығарайық. х минус 7 тең 2х қосылған 3. Осы жерден х-іміз минус 10-ға тең болады. Ал егер минус таңбасына көбейтсек, онда минус 2х және минус 3 деген жауапты аламыз мына жақтан. Сондықтан х минус 7 тең минус 2х азайтылған 3. Егер теңдіктің ар жағына 7-ні шығарып, және 2х-ті бері қарай шығаратын болсақ, онда 3х тең 4-ге, содан соң х тең 4 бөлінген 3, немесе 3-тен 4. Ал енді жауаптарымыз қарайық. Модульден минус таңбалы сан шықпайды, сондықтан минус 10 деген жауапты қанағаттандырмаймыз. Ал 3-тен 4 деген жауапты жауап ретінде аламыз. Егер орнына қоятын болсақ, онда тең болады. Яғни минус 19 бөлінген 3 пен
плюс 19 бөлінген 3 деген жауапты аламыз. Ал енді рационал теңдеулер туралы өтейік. Рационал теңдеулер шешу өте оңай және қарапайым болып келеді. Мысалы, мынандай теңдеу берілсін. X квадрат қосылған x азайтылған 6 бөлінген x қосылған 3 тең 0-ге. Осы жерден анықталу облысымыз x минус 3-ке тең болмау керек. Яғни бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмайды. X квадрат қосылған x азайтылған 6-ны 0-ге теңестірсек жетеді. Осы жерден x квадрат қосылған x азайтылған 6-ның дискриминанты арқылы тапсақ болады. Дискриминантын есептейміз. Осы жерден дискриминантын есептесек, дискриминант тең 1 квадрат азайтылған 4 көбейтілген 6 минус 6 болғандықтан таңбамыз плюске айналады. Яғни 1 қосылған 24. 1-ге 24-ті қосақ 25 шығады, ал 25 дегеніміз ол 5-тің квадраты. Осы жерден x1-ді табайық. Минус 1 қосылған 5 бөлінген 2. Минус 1-ді 5-ке қосқанда 4, 4-ті 2 бөлгенде 2 шығады. x2-міз минус 1 азайтылған 5 бөлінген 2. Яғни минус 6 бөлінген 2, минус 3 шығады. Есеп бойынша бөлімі x плюс 3 болғандықтан x минус 3-ке тең болмайды. Сондықтан есептің жауабы 2. Бұл есепте қарапайым бөлшектерді бір-біріне қосамыз, ортақ бөлімін келтіріп. Ортақ бөлімі бұл жерде x көбейтілген x минус 4 болады. Ортақ бөлімді келтіріп шығарғанда осыны жауапқа жетеміз. Осы жерден бөлімін біздер 0-ге тең емес деп аламыз. 0-ге тең болмау үшін 0-ге тең болмау керек, және де 4-ке тең болмау керек. Осы жерден бөлшектің алымын 0-ге теңестіреміз. Яғни x квадрат азайтылған 4x тең 0-ге. Осы жерден x-ті жақшаның сыртына шығарып 0-ге теңестірсек, 0 мен 4-ті аламыз. Яғни 0 мен 4 деген ол болмайды, 0-ге тең болмау керек. Сондықтан есептің шешімі жоқ болады. Ары қарай есептер шығарайық. Егер осындай есеп берілсе, онда ортақ бөлімін келтіріп шығарамыз. Осы жерден ортақ бөлімі x квадрат азайтылған 9 деген ол формула келіп тұр, баршаңызға белгілі. X азайтылған 3 және x қосылған 3-ке. Осы жерден x азайтылған 3-ке x қосылған 3 болып беріледі, және көбейткенде осындай шығады. 7x қосылған 21 азайтылған 4x. 7x-тен 4x алғанда 3x шығады. Яғни 3x қосылған 21 бөлінген x квадрат азайтылған 9. Осыдан x-міз 7-ге тең болады. Ал енді иррационал теңдеулер туралы өтейік. Егер осылай теңдеулеріміз иррационалды болса, онда екі жағын квадраттаймыз. Квадраттасақ, x квадрат азайтылған 10 тең минус 3x шығады. Және бір нәрсені ескеруіміз керек. X квадрат минус 10 дегеніміз ол үлкен немесе тең 0-ден, және де минус 3x деген ол үлкен немесе тең 0-ден болу керек. Түбір анықталу облысы бойынша ол үлкен немесе тең. Яғни түбір астынан теріс таңба шықпайды. Тек біреуін жазсақ болады. Жеңілеуін жазамыз, яғни бұл жерде жеңілі минус 3x, яғни x квадрат азайтылған 10 тең минус 3x, және минус 3x үлкен немесе тең 0-ден. Осы жүйені шығарамыз. Осы жерден x квадрат қосылған 3x азайтылған 10 тең 0, және минус 3x үлкен немесе тең 0-ді. Осы жерден x-ті плюске айналдырамыз. Ол кезде салыстыру белгісі өзгереді. Яғни x кіші немесе тең 0-ден. Осы жерден дискриминантты тауып шығаратын болсақ, x1-міз минус 5-ке және x2-міз 2-ке тең болады. Және x кіші немесе тең 0-ден. Енді x-тен арасынан кіші немесе тең 0 деген жауапты жауап ретінде аламыз. Бұл жерде яғни минус 5, себебі 2 ол 0-ден кіші немесе тең емес. Сондықтан жауабы минус 5. Минус 5-ті жауапқа қойсақ,
минус 5-ті 3-ке көбейтетін болсақ 15, ал минус 5-тің квадраты ол 25, 25-ті 10-нан азайтатын болсақ, тағы да 15 шығады. Тағы мысал келтірейік. Мысалы, түбірасты x қосылған 3, қосылған түбірасты 8, азайтылған түбірасты 18, тең 0. Осы теңдеуді шығарайық. Ең алдымен түбірасты 8 дегеніміз ол 4 пен 2-нің көбейтіндісі, ал 18 дегеніміз 9 пен 3-нің көбейтіндісі. Яғни түбірасты 8-ден 2 шығады, ал түбірасты 18-ден 3 шығады. Содан түбірасты 3 қосылған 3 қосылған 2 түбірасты 2 азайтылған 3 түбірасты 2. Осы жерден 2 түбірасты 2 мен 3 түбірасты 2 азайтылады. Сонда түбірасты x қосылған 3 пен түбірасты 2. Осы жерден квадраттаймыз 2 жағын. X қосылған 3, x табатын болсақ, x минус 1-ге тең. Ал енді орындарына қойып көрейік. Минус 1 қосылған 3, ол 2 шығады. 2 түбірасты 2 азайтылған 3 түбірасты 2. Осыдан 0 шығады. Яғни жауабымыз дұрыс. Ал енді осы мысалды өзіңіз шығарып көріңіз. Сізде бұлай шығу керек. 7 түбірасты x азайтылған 5 түбірасты 5 тең 2 түбірасты 5. Себебі 125 деген ол 25 пен 5-тің көбейтіндісі. Ал 20 дегеніміз ол 4 пен 5-тің көбейтіндісі. Осы жерден түбірасты x тең 7 түбірасты 5. Осы жерден түбірасты x-іміз түбірасты 5-ке тең. Ал x-іміз 5-ке тең болады. Видеоны көріп болған соң видеоның астындағы есептерді шығарып өздерінің нәтижелерін тексеріңіздер. Intense Maths онлайн курсы сіздермен бірге математиканы бірге үйренейік.